Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен қолөнер арнасы бүгін қонжығымыздың 3-ші бөлімін тоқитын боламыз. Алдыңғы 2 бөлімде біз басы менен денесін тоққан болатынбыз, ал енді бүгін қолы менен аяғын тоқитын боламыз. Міне достар, сіздерге түсінікті болсын деп мен алдын ала бір жақ қол менен аяғын тоқып қойдым. Енді екінші жақтағы қол менен аяқты тоқитын боламыз. Аяғын мына тұрған 5 моншақтан бастаймыз. Лескамызды өзімізге керегінше етіп кесіп аламыз дағы. Осы 5 моншақтың кез келген моншағынан бастаймыз. Екі басын бірдей қылып ұстаймыз. Және дегенді осында кез келген лескамызға 3 моншақ өткіземіз. Бізде лескамызда 1 моншақ бар уже. Сонымен қосқанда 4 моншақ болады. Осы қатарды айналдырып толығымен 4-4 етіп тоқып шығатын боламыз. Астыңғы лескамызды жәніндегі моншақтан өткіземіз. Жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Мінекей достар, дәл осылай айналдырып толығымен 4-4 етіп тоқып шығатын боламыз. Мінекей достар, біз қатарымызды аяқтадық. Соңына жеткен кезде лескамызды 1-2 моншақтан өткіземіз. Астыңғы және жоғары қарап тұрған моншақтан өткізіп, осында 1 моншақ өткізіп, қатарымызды бекітеміз. Бізде аяғымыздың бір қатары бітті. Енді екінші қатарында дәл осылай айналдырып, тағы да қайталап 4 моншақ етіп тоқып шығатын боламыз. Міне аяғымыздың екінші қатарында тоқып болдық. Тура жаңағыдай 4 моншақ етіп айналдырып тоқып шықтық. Енді келесі қатарда біз басқаша етіп тоқитын боламыз. Ол үшін мына тұрған лескамызға 1-5 моншақ саламыз. Бізде лескамызда 1 моншақ бар, сонымен қосқанда 6 моншақ болады. Мінекей, енді астыңғы моншақтан өткізіп, тағы да осылай қайталаймыз. Бізде лескамызда 2 моншақ бар, мұнда біз 4 моншақ саламыз. Крючок жасап бекітеміз. Міне қараңыздар, бізде осы жоғары жақтағы осы 2 бөлігі ғана алтау болып тоқылады. Қараңыздар, біз қазір мына тұрған бөлігін тоқып жатырмыз. Мінекей, бізде жоғары жақта 2 алтау болды ғой. Енді біз астыңғы 3 қатарды 4-4-тен тоқитын боламыз. Мінекей, лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Жоғары жақтағы лескамызға біз 2 моншақ өткіземіз. Себебі бізде лескамызда 2 моншақ бар уже. Бекітеміз осылай. Енді тағы да лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Тағы да жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткізіп бекітеміз. Тағы да лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз және де жәніндегі 1 моншақтан өткіземіз. Бізде сонда лескамызда 3 моншақ болады.
бір моншақ салып қатарымызды бекітеміз. Осымен біздің қонжығымыздың 3-ші қатары тоқылды. Енді біз 4-ші қатарды тоқитын боламыз. 4-ші қатарға мұқият қарап отырыңыздар, шатасып кетпеңіздер. Мінекей мына тұрған табанымыздан бастайтын боламыз. Мінекей астыңғы лескамызды бірден 2 моншақтан өткіземіз. Астыңғы және жәндегі моншақтан өткіземіз. Сонда біздің лескамызда 3 моншақ тұр. Енді біз бұған 3 моншақ өткізетін боламыз. Крючок жасап бекітеміз. Мінекей біз табанды тоқып болдық. Енді біз жәнін тоқитын боламыз. Қараңыздар, мына арада біз осы табанды тоқыдық. Енді біз мына тұрған жәнін тоқитын боламыз. Жәніне де біз 6 моншақ етіп тоқимыз. Ол үшін біз лескамызды бірден 2 моншақтан өткіземіз. Біздің лескамызда уже 3 моншақ бар. Енді біз бұған 3 моншақ өткізіп бекітеміз. Мінекей енді біз қазір мына тұрған жоғарысын тоқитын боламыз. 5 моншақ етіп, біз арада 6 моншақ, 5 моншақ және де мына шетінде 6 моншақ етіп тоқимыз. Лескамызды бірден 2 моншақтан өткіземіз. Бізде лескамызда уже 3 моншақ бар. Енді біз бұған 2 моншақ өткізіп бекітеміз үстіңгі бөлігімізді. Енді екінші жәнін тоқитын боламыз. Бұл жерде біз лескамызды бірден 3 моншақтан өткіземіз. Сонда біздің лескамызда 4 моншақ болып тұр. Қазір бұнда біз 2 моншақ өткіземіз. Сонымен қосқанда 6 моншақ болады. Мінекей бекіттік. Енді біз соңғы жерін тоқитын боламыз. Лескамызды астыңғы және мына тұрған шетіндегі моншақтан өткіземіз. Дағы осыған кез келген лескамызға 1 моншақ өткізіп, осы 2 ортаны бөлетін боламыз. Мінекей енді жоғары жаққа қарап тұрған моншағымызға лескамызды өткізіп, осы жерді бекітеміз. Артық қалған жерін қиып тастаймыз. Осымен біздің аяғымыз дайын болды. 2 аяғымызды бірдей болып тоқылды. Енді біз қазір қолымызды тоқитын боламыз. Ол үшін лескамызды өзімізге керегінше етіп аламыз. Дағы мына тұрған 6 моншақ болып тоқылған жерден бастаймыз. Мына тұрған моншақтан кіргіземіз. Екі жағын бірдей қылып ұстаймыз. Дағы мына тұрған жоғары жақтағы лескамызға 1 моншақ өткіземіз және де астыңғы жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. 2 моншақ өткізген лескамыздың соңғы моншағына крючок жасаймыз. Бекітеміз. Біздің моншағымыз, қараңыздар, осылайынан тұр. Мінекей мұқият қараңыздар. Енді
біз осыған қарама-қарсы беттегі мына тұрған моншақтан лескамызды өткізетін боламыз. Ол үшін лескамызға алдын ала бір моншақ саламыз дағы осы моншақтан өткіземіз. Және де енді осы жерге тағы да бір моншақ өткізіп бекітеміз. Міне біз қолымыздың жоғарғы бөлігін тоқыдық, қараңыздар. Осылайынан үш бұрышты етіліп тоқылды. Мінекей, енді біз ары қарай жалғастырамыз. Астыңғы жақтағы лескамызға бірден үш моншақ өткіземіз. Соңғысына крючок жасап бекітеміз. Мінекей, енді лескамызды мына тұрған моншақтан өткіземіз астыңғы. Енді біз осы өткізген моншағымызға екі моншақ өткіземіз. Бекітеміз. Қолымыздың екінші қатары тоқылып бітті. Осы астыңғы лескамызға енді біз тағы да үш моншақ өткіземіз. Үшінші қатарды бастадық. Енді мына тұрған лескамызды астынан өткіземіз. Және де осы өткізген лескамызға екі моншақ өткізіп бекітеміз. Өте оңай, мұқият қарап отырсаңыздар, мінекей бізде қолымыздың асты осылайынан ашық тұр. Енді біз мына тұрған лескамызды жәндегі моншақтан өткізіп, осында бір моншақ өткізіп крючок жасаймыз. Мінекей, енді екі жақтағы лескамызды астына қарап тұрған моншақтан өткіземіз екеуінде, және де осында кез келген лескамызға бір моншақ өткізіп бекітеміз. Мінекей, сонда біздің қолымыз тоқылып аяқталды. Қараңыздар. Енді осы жерді бекітіп, артық қалған жерін қиып тастаймыз. Мінекей достар, қонжығымыздың екі аяғын және екі қолын тоқып болдық. Енді біз қазір қонжығымыздың құйрығын тоқитын боламыз. Ол үшін мына тұрған ортадағы моншақтан бастаймыз. 6 моншақ болып тұрған жерден мінекей лескамызды аламыз дағы тоқып бастаймыз. Мінекей, мұқият қараңыздар. Біз қазір астынан бастап тоқитын боламыз. Мына жерге біз 5 моншақ етіп тоқимыз. Ол үшін мына 2 моншақтан бірден лескамызды өткіземіз дағы, осында 3 моншақ өткіземіз. Бекіттік. Енді лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз.
бекітеміз. Осылайынан айналдырып 4-4 етіп тоқып шығатын боламыз. Астыңғы моншақтан өткіземіз. Жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Сонымен қосқанда 4 болады. Осылайынан айналдырып тоқып шығатын боламыз. Қатарымыздың соңында 2 моншақтан өткіземіз бірден лескамызды. Және де осында енді кез келген лескамызға 1 моншақ өткізіп бекітеміз. Мінеки айналдырып тоқып шықтық. Ең алдымен 5 моншақ, одан кейін 4 моншақ етіп қатарымызды тоқып шықтық. Енді біз мына 2 ортаны бөлетін боламыз. Ол үшін астыңғы лескамызды астындағы 1-2 моншақтан өткіземіз. Және де осында 1 моншақ өткізіп 2 ортаны бөлеміз. Мінеки. Енді қараңыздар, лескамызды мына тұрған жоғары жақтағы 2 моншақтан өткізіп, крючок жасап, бекітіп, артық қалған жерін қиып тастаймыз. Мінеки достар, осымен біздің қонжығымыз аяқталды. Қараңыздар, өте керемет болып шықты. Мінеки құйрығын да, аяғын да, қолын да барлығын бірдей етіп тоқып шықтық. Сіздерге оңай болды деген үміттемін. Осылайынан өздеріңіз тоқып, жақындарыңызға сыйлыққа берсеңіздер, өте керемет сыйлық болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған қолөнер арнасы. Қош сау болыңыздар.